Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте оңай әрі тез дайындалатын, өте тәтті балды печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін біз бірінші ұнымызды елеп алып, оның үстіне тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын сары майды саламыз да, қолымызбен осылай үгітеміз. Үгітіп болған соң үстіне қант, жұмыртқа және де разрыхлитель, яғни ашытқыны, сосын 2-3 шай қасықпен балды саламыз. Кейін жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Сосын біздің қамырды илеп болған соң 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін біздің қамырдан өз қалауыңызша доңғалақ шариктермен, не болмаса оны жайып тұрып, өзіңіз қалауыңызша печенье жасайсыз. Мен бірінші бөлігінен осылай барлығын теңдей етіп бөліктерге бөлдім де шариктерді жасадым. Кейін оларды пергамент қағазына осылай қойып шығып, үстіне қолымызбен басамыз. Сосын қыздырылған пеште 200 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Ал қамырдың екінші бөлігін мен осылай жайдым да, жүрекше формасында осындай кесіп шықтым. Біздің печеньелеріміз пісіп шығады, осындай золотистый болып шығу қажет. Одан соң өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен бұл жерде ерітілген шоколадпен үстін әрлеп шықтым. Одан соң өз қалауыңызша кокос жаңқасын, не болмаса жаңғақтарды үстіне себелеп шықсаңыз болады. Біздің печеньелер өте тәтті болып шығады, ерекше басқа печеньелерге ұқсамайды. Егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.